Мен Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Батырбаева Гүлназ Ғалымқызы. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мағжан Жұмабаев, оның өмірі мен шығармашылығы. Сабақтың мақсаты Мағжан Жұмабаевтың өмірі мен шығармашылығымен танысу, ойлау қабілеттерін дамыту, сөздік қорын байыту, жігерлі болуға, туған тілін сүюге, құрметтеуге тәрбиелеу. Жүсіпбек Аймауытов Мағжан Жұмабаев туралы: ең алдымен сыршыл ақын, жүректің қобызын шерте білетін, оның жүрегінен жас пен қан аралас шыққан тәтті сөздері өзеннің жүрегіне тәтті у себеді. Мағжан не жазса сырлы, көркем, сәнді жазады деп айтып кеткен екен. Мағжан Жұмабаев 1893 жылы 25 маусымда Солтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Мағжан Жұмабаев ауданы, Сасықкөл жағасында дүниеге келген. Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы. Атасы Жұмабай қажы, әкесі Бекен саудамен айналысқан дәулетті адам болған. Анасының есімі Күлсім. Мына схемада тұрған Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерімен таныс болайық. Олардың тақырыптары: ғашықтық жырлар, ана тақырыбы, туған жер, табиғат лирикасы. Мысалы, ғашықтық жырлар тақырыбына арналған өлеңдері көңілді ашар, Гүлсім ханымға, бұлбұл, сен сұлу, тағы басқа өлеңдері болса, ана тақырыбына анама, ана, жаным анам, жібек гүлде ақ көңіл, тағы басқа туған жерге арналған әртүрлі өлеңдері жарыққа шыққан. Мағжан Жұмабаев, туған жер. Бұл жарыққа аяқ басып туған жер, кіндік кесіп, кірім сендер жуған жер. Жастық алтын қайтып келмес күнімде, ойын ойнап, шыбын шіркей қуған жер. Жаратылдым топырағынан сен түбім, жалғаны жоқ бәрі сенен жан тәнім. Сенен басқа жерде маған қараңғы, жарық болар шолпан айым сен күнім. Тәтті суың дәм аузымнан еш кетпес, қалың нуың қыр суыңа жер жетпес. Кең даламда ойын ойнап қалсамшы, жазу болып адамзатқа жер жетпес. Балақ тұрып, қозы қуып жарысып, батпағында тең құрбымен алысып, түнде ақсүйек, алтыбақан ал күндіз, үйретем деп асау тайға жабысып. Адам басы аладобы деген рас, қалай қуса солай кетпек сорлы бас. Кім біледі, мен де шетке кетермін, туған жерім, сені тастап басым жас. Мағжан Жұмабаев 1938 жылы қайтыс болады. Қазіргі таңда Алматы және Петропавл қалаларында бір-бір көшеге Жұмабайұлы есімі беріледі. Петропавл қаласында және ақынның туған ауылында ескерткіш қойылған. Балалар, үйге тапсырма: шығарма жазу. Шығарманың тақырыбы Мағжан Жұмабаевтың өмірі мен шығармалары, және мен жастарға сенемін өлеңін жаттау. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.